Жас жігіттер аққуға айыр тығып өлтірген видео тарады. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Инстаграмдағы парақшалардың бірінде балық аулауға келіп, айыр мен аққуды түйреп алған жастардың видеосы жарияланды. Бұл оқиға Қызылордада болғаны жазылған деп хабарлайды бүгін Кетет порталы. Балалар балық аулап жүріп, үйрек ұстап алды. Кешке 95-тің балаларына қуырдақ бұйырса дейді видеоны түсіріп тұрған жігіт. Ал негізінен ол құстың үйрек емес аққу екені анық көрініп тұр. Соған қарағанда олар аң құс түрлерін ажырата алмайтынға ұқсайды. Қызылордада киелі аққу құсына шанышқы тығып өлтірген. Не сұмдық бұл? Қатаң жаза қолдануларыңызды сұраймын делінген осы видеоға қатысты жазба сипаттамасында. Бұл жайтқа қатысты Қызылорда облысының ПД өкілдері пікір білдірді. Әлеуметтік желіде жарияланған видеодағы аққу құсын арнайы құралмен аулап ұстау дерегі Қызылорда облысының полиция департаментінде және оған бағынысты қала аудандық бөліністерде тіркелмеген. Қосымша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр деді ПД баспасөз хатшысы Гүлжахан Қайырбекенова.